Құрметті елгелді алғията ұрпақтары, мен Мырзақұл Базарбай Қожамұратұлы Абай елді мекенінің биімін. Менің айтайын деген ойым, мынау Қарақожа атындағы Мазарат қорым 1960 жылдары құрылған. Міне қазір 70 жылдың көлемі болды. Үлкен Мазарат. Бұл Мазаратқа алтата қоңыраттың бәр ұруынан қойылып жатыр. Міне соның ішінде біздің қазір мына үлкен біздің піріміз, жеті атамыз сиынған Қарақожа ишанымыз, Қарақожа піріміз жерленген. Қарақожа ишанымыздың мазараты, соның кесенесі жерде құрылған. Сол Қарақожа ишанымыздың атында үлкен мазарат. Мына кеше мынау 2021 жылдан алдыңғы жылдары, енді біздер осы ауылда 70 жылдан бері тұрамыз. Сол әр жылы осы көктемнің кезінде мазарат тазалап қатыра күні болады. Қатыра күніне барғанымызда осы басқа ұрулардан қаракөз ағайындар бар, байлы-жандарлар бар, көбектер, мынау құлшығаштар бар, оразгелдер бар. Осы бірнеше осы туысқан ағайындар осы ата-бабаларының рухына арнап сол мазарат тазалатқан кісілерді шақырып, шай беріп, дастархан жайып, ас беріп, Құран оқытып ата-бабаларының рухына. Осы сол кездерде бізде осы елдерді ата ұрпақтарынан сол кезде кемдеу болатын еді, осында ас беру. Болатын еді, кем болатын еді. Сол кезде біздерді, енді осы жерде отқаннан кейін біздер осы жерде бәрі таниды ғой, кішкентайымыздан осы Абай елді мекенде туылдық, өстік. Төбемізді көргеннен кейін, шайға отырыңыздар деп шақырады. Соны кейде сол шай ішіп отқан кезде, соның тұздарын татып отқан кезде кейде бір ой туатын еді. Біз үлкен бір елгерді алғайды, үлкен бір елміз, үлкен бір жәндегі үлкен әулетпіз ғой. Сол осы бізде бір осы мынау Қарақожа біздің ишанымыз осы жерге жерленген. Осы Қарақожа ишанымыздың атындағы үлкен қорым. Оның үстіне бәріміздің дүниеден өткен ата-бабамыз, туған-туысқанымыз, бауырларымыз, әке-шешелеріміз бар, біреулердің бәрі осы жерде жатыр. Не бір іздеу жоқ, сұрау жоқ, мұсылман момындар жатыр. Осылардың рухына да біздер осылар құсап дастархан жайып, осы бабамыздардың басына бір Құран оқысақ болмай ма деген бір ниетпенен осы мынау Анарбек інімізбен ойласа, ақылдаса, кеңесі келіп, міне осы 2021 жылдан бері қазір 5-6 жылдың көлемі болды. Осы жылда осы үрдіс осы қолға алынып, осы жақсы әйтеуір жәндегі мынау ишанымызды шақырып, ол кісі де қатысып, қанша жәндегі алғыстарын айтып жатыр. Бәріміз осындай енді қанша адам жерге келіп, судан татып, осындай бір жолға түсті. Енді бұл көпшіліктің жұмысына араласқаннан кейін, көпшіліктің тірлігіне араласқаннан кейін сөз де ереді, сын да айтылады. Әртүрлі осындай адам енді көпшіліктің жұмысында жүргесін әңгіме ереді. Ол әңгімеге құлақ сала берсең, жұмысың бәрі жүрмейді. Ал енді мынау қазір осы енді қазір осы кеше енді осы бір жолға түсті ғой, бұл енді бір жолға түсті. Бұлардың енді осының ішінде мынау Анарбек, Қалыбек, Қожақ, бұлардың бәрі жасы менен кіші. Осылардың қасында ең үлкені мен. Мен болғаннан кейін осы менімен ақылдасып, кеңесіп жұмыс істейді. Менімен ойдаспай бұлар ештеңе істемейді. Енді адам былай ғой,
Bir Шал деген ақын өткен, сол айтады. Балықшы да байымайды көлден алған, ақын да байымайды елден алған. Өзіңнің маңдайыңа бермеген соң қалады желмен кетіп, желден алған дейді. Шәкәрім айтады, шаранамен туып едің, бөзгоранып өтесін, бір сағымды қуып едің, қай уақытта жетесін. Қанша дәулет жиып едің, бәрі қалдау нетесін. Мал үшін жаныңды да қиып едің, қайтып алып кетесін дейді. Ештеңе бұл дүниеден алып кете алмайсың. Әйтеуір осындай бір сауап тірліктер істесек, бұл жалған дүние, бәріміз келген мейманбыз, қонақпыз. Бір азғандай қамшының сабында келте өмір. Осында бір әйтеуір осында бір игілік істер істесек, бір сәл де болса бір осында бір жұмыстарды атқарсақ, құр әйтеуір келіп кетпесек бұл өмірде деген оймен осы іс-шараны әйтеуір жылдар өткізіп жатырмыз. Енді не бір сындар айтылады, не бір жәндегі сөздер айтылады, әңгіме ереді. Енді осыны бір мен былай басқарамын, оны былай басқаруға болады, осы әйтеуір деп, жәндегі осында бір жұлқынып тұрған азаматтар болса, сол балдар басқарсын, сөзіңді біреу сөйлесе тілің қышып бара ма дейді. Бізде жасым жас емес, 70-ке келді жасым, менің де өзіме істейтін, өзіме лайықты жұмыстарым бар, мен өзім жұмысым бар, басқа тірлігім бар, өзіме жетеді. Ол не бір алтын уақыттарында қиып, осы ас беруге бір апта қалған кезде әрбірлесін ұйқың қашады. Ол мазарат осы біздің Абайдан 3 километрде қашықтықта тұрады. Жолдың өзі өте жарамсыз. Оған баратын машинелердің өзі, мынау қызмет қылатын машинелердің өзі, жәндегі машинелердің енді оңай емес қой, жаман жолға барып түсе беруге. Олар да сауап үшін барады. Ол жерде өрге отын апару керек, өрге су апару керек, өрге қазан апару керек, өрге ошақ апару керек, өрге шайбақ апару керек, ыдыс жуатын ыдыс аяқтарды апару керек. Енді тірлік көп өрді енді. Оның бәрін ол сен өрді, соның бәрін жеткізуің керек. Ол енді келгенше қонақ ұялады, келгесін үйгесі ұялады дегенде, енді соны әйтеуір келген адамдар сын көзбен қарайды. Соған жәндегі келген адамдарға әйтеуір жәндегі дұрыстап дастархан жайып, әйтеуір көпшіліктің мерейін жасырмай, дұрыстап әйтеуір осындай өткізсек деген ниетпенен жылда осындай тірліктер болады. Соған жәнде менің де өзімнің отбасымда кейде айтады, ай сен жасың болса 70 келіп қалды, осыны сен қойсай, жастарға берсей дейді. Соны енді жастардан енді осындай бір өзі жоқым тұрған жастар болса, істесін, енді бәрі адам істеген адам істейді ғой, ол ешкім, ол менен басқа ешкім істемейді деп ешкім ойламайды, істесін. Бірақ ол енді осы Қарақожа біріміздің әруағы ырза болса, сол жерде жатқан жәнде баршамыздың дүниеден өткен ата-бабаларымыздың әруақтары ырза болып, кеше міне 28-ші наурыз күні бір жағадан басып, бір жерден қол шығарып, сондай жәндегі әулиені тазалап, басқа ұрудың азаматтары да бәрі келіп сөзін тұздам тәтті. Бәрі Құран оқып, дуа бағыштады. Міне өлі ырза болмай тірі байымайды деген. Сол кісілердің әруақтары ырза болсын, жатқан жерлері жәннаттан болсын, топырақтары торқа болсын, алдары өзіне шуақты болсын, арты біздерге қуатты болып, заманымыз тыныш, отбасымыз аман, деніміз сау болсын. Сол кісілердің әруақтары қолдап, мінсіз бақ сансыз дәулет қонып басымызға, бақытымыз барған сайын өрлей берсін, үйімізге көп бала берсін, балдарымыздың бәрі білімді, білікті, көкірегі ояу азаматтар болсын, бәріне Алла Тағала ақыл берсін, сана берсін, парасат берсін, пайым берсін, бармақтай бақ, таудай талап берсін. Үлкен биік шыңдардан көрініп, бай дәулетті, қуатты болсын. Солардың көрген күндерін Алла бізге бәрі шамызға нәсіп қылсын. Бәріңізге бақыт тілеймін. Осы мен бір айтайын деген нем. Енді сіздерге мен бір даналардың бір ұлағатты бір сөздерінен бір-екі ауыз айтып кетейін. Менің енді өзім хоббиім. Көптеген мынау балдар
Әкесін Батя, Пахан біздің шалдыршы дейді. Әкетайым, әкешім деп айтуға намыстанады, ұялады. Бала болсын, қыз болсын, оның тұлға болып қалыптасуына бірден бір себепкер ол әке. Соған былай дейді. Балаға асқар тау ғой әке деген, ұлым деп алақанында мәпе деген. Өмірде артта қалар ұрпағым деп үмітпен болашаққа жете деген. Ер жігіт оқжанады әке көрген деген сөзін қазақтың жақсы көрем. Сын айтып мін түзететін баласын ол жалғыз әке деген. Ол үшін қиындыққа қарсы тұрар. Кім десең еш ойланбай әке дерем. Сондықтан да әкенің орны бөлек, бала қандай бақытты әкеменен. Қарыздарым мәңгілік әкеге мен. Қадірі болмас адамның қасында тірі жүргенде орны қалар ойсырап бір күні көрге кіргенде дейді. Енді мына жерде бір мынау Қызылордада болған жағдай. Қызылордада бір екі жігіттің әкесі дүниеден өтіп кетеді. Өте тұрмыс жағдайы жақсы, біраз малдың басы бар, балдарға біраз мал қалады. Сонда бір күні әкесі дүниеден өтіп кеткен кейін әкесінен қалған бір түйенің белдігі. Және біреу жаңа, біреу ескі. Сол белдікке ағайынды екеуі таласып, жәндегі азанда басталған жанжал. Содан түс ауғанша екеуі жанжалдасып жатады. Сонда бір ауылдың бір үлкен ақсақалдары Тұрмұхаммед Үслеуов деген данаға кеп айтады, ағайынды екеуі өйстіп азанда бастаған жанжал түс ауып кетті, әлі жанжалдасып жатыр, соған бір басы ойсай дейді. Сонда Тұрмұхаммед Үслеуовтың айтқан сөзі: құбылып тұрған қу дүние әлек бастан өтерсін, ажалдан аман қалудың тапқан жоқ ешкім дауасын. Қазаң жетсе қай күні туған жер туыс малының бәрінде тастап кетесін. Ақырын мұндай болған соң алдамшыға таласып бет жыртысын етесін. Шамаң барда шалықта қол ұшын бер жетім жесір ғарыпқа мұратыңа жетесін. Есі бар елдер ескерші аз ғұмырдың ішінде сібіздесуден басқа жұмысын етесін деген екен. Енді бір дана былай дейді: еңбек етіп жүрсең де таппайтыным, біреулерге тағы бір жақпайтының. Қанша жерден адаммын дегеніңмен жан табылар араңда таппайтығын. Барлығымен сыйласа білгеніңмен, адамдарға жақын болып жүргеніңмен, жақсы болып тұрсаң да біреу сенен кемшілік іздеп тұрады бір жеріңнен. Өзіңді түзе, өзіңнің тағдырыңды, жақсы іспен көркемде әр күніңді. Арпаласып ақымақ адамдармен еш уақытта түсірме қадіріңді. Көңіл аударып қайтесің әрбіріне, білмейді ешкім жаныңды бәрі бірге. Жағамын деп біріне тырыспай-ақ қой, өз өміріңді өзің сүр, мәнін білді. Сөз сүйектен өтеді, жаралайды. Өмірде бар кезінде емес сені, бәрі кеш болған соң бағылайды. Қысқа ғана мына жалған өмірде, дақ түсірмей қардай аппақ көңілге. Ей бауырым, сіз біздікке не жетсін, сол да жетеді бақытты өмір сүруге дейді. Және бір дана былай дейді: ашуланып арамға, жас үйірме жанарға, түсінбесін түсінсін ақылыңды айт наданға. Қайтарымын ойлама, жақсылық қыл жаманға, қайтпайды деп қайғырмай жомарттық қыл саранға. Ілесем деп тұлпарға, қамысталма шабанға, жоққа жүйрік жетпейді барыңменен амалда. Өзгерді деп орынсыз тіл тигізбе заманға, заман ешбір өзгермес бәргемшілік адамда. Кім келіп кім кетпеген 18 мың ғаламға, ерте кешпе келеді ажал маған саған да. Мұрның барда бірсің бір деген ойды тамамда. Өмір екі келмес деп қалыптасқан санаңда. Ғұмырың бар өлшеулі сауап жина қаларға. Мейірімді пәк Алла екі өмір берген адамға.